мынау Қытай бетінде Тарбағатайдың күнгейінде Башбайдың Қызылқасқа, Сарқасқа қойлары ма, бір 4 мүйізді қойлары бар. Содан анау Алтайдың, Қытай бетінде Алтайдың Чингил Көктоғай деген жерінде Қызылқасқа қойлары бар. Қызылкүрең қойлары бар. Бұлардың ерекшелігі бар ғой. Мына сирағының терісі қыста бүйтіп жүрген кезде, мына қар тепкен кезде терісін алып кетеді ғой, жүнін алып кетіп қызыл сирақ қылып тастайды. Жүре алмай қалады кейбір қойлар. Мысалы, меринос қойлар. Бұлар өте мықты, физически өте мықты да, қыстың аязы ат сияқты теуіп жайылады. Одан бұның етінде ешқандай чуаш дәм жоқ. Қазір қойдың тұқымы қатты азып кеткен. Бұрын мойны жуан бір қызыл күрең небір қойлар болады. Мен мына көбінде шығыста жүрем ғой. Қазір оның орнын мойны жіп-жіңішке сирағы сидаңдаған қара тулақ қойлар басып келе жатыр. Мойны жіңішке қабырғашы. Одан кейін анау Гисар деген қой басып кетті. Гисар ол қораның малы, таудың малы емес. Одан біз өзіміз тарихтан келіп мал баққан халықпыз ғой. Біреудің нәрсесін жұлдыз қылғанға мен жаман жыным келеді. Гисардың құйрығы жуан қабырғасын. Мейлі енді жамандамай ақ қояйық, бізге келіңкіремейді. Біздің бұрынғы қойларымыздың бар ғой, мысалы байыз қойлары бар. Мынау Қытай